Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. iPhone зарядының, яғни қуатының ұзақ уақыт бойы жұмыс істеу үшін настройкада нені басу керек, яғни қалай дұрыс баптау керек, осы видеода айтатын боламын. Видеоны бастамас бұрын арнама тіркеп алуды ұмытпаңыздар және видеоны соңына дейін көріңіздер. Настройкаға кіргеннен кейін біз ең бірінші кезекте жасайтынымыз бұл темный режимге қою, яғни қара түсті фонға қою. Оны өзгерту үшін экранның яркость дегенге кіреміз. Осы басқаннан кейін осы жақта шығып тұрады, светлый и темный деп тұрады. Бұл жерде бізде қазіргі кезде светлый болып тұр. Темный қоятын болсаңыз, барлық приложение, программалардың барлығы осындай қара түсті фонда болады. WhatsApp, жаңағы Telegram, Instagramда барлығы қара түсті болады. Осыған қойған дұрыс, себебі светлый қоятын болсаңыз, iPhone-ның экранның барлық жаңағы пиксельдері жұмыс істейді, яғни қуат жұмсайды, осы ақ түсті беру үшін. Ал темный басатын болсаңыз, тек керекті жерлер ғана энергия құртады. Ана қара фондарда жаңағы энергия құртады, бірақ бұл жерде уже жаңағы ақ сияқты көп қуатты жұмсамайды. Сондықтан да осы темный режимге қойған дұрыс болады. Басында сізге ыңғайсыз болуы мүмкін, егер сіз әрдайым ақта жүріп қараға ауыстыратын болсаңыз, бірақ кейін көз үйренісіп кететін болады. Түнде осы қара фон көзге ыңғайлы. Және түнде мына жақта night shift деп тұрады. Осыны қойып қойған дұрыс. Сағат 10-нан кейін кішкене сарғая түседі. Түнде телефонда қараған кезде сіздің көзіңіздің ауырмауы үшін жасалынған функция. Және мына жақта always on display деген болады. Мысалға мынаны қазір мен қосатын болсам, әрдайым жаңағы блокировка қойғанның өзінде де бетінде жаңағы сағаттың мына жақта астына уведомление барлығы көрініп тұратын болады. Әрқашан жаңағы өшпейді. Оны білетін жастар, осыны өшіріп тастаған дұрыс. Экран всегда включен дегенді өшіріп тастаған дұрыс. Қуатты үнемдеу үшін. Келесі жасайтын баптауымыз уменьшение движения деп аталады. Оған кіру үшін универсальный доступ дегенге кіреміз. Мына жақта движение деген тұрады. Ең жоғарысында мынаны қосып қоямыз. Уменьшение движения. Яғни сіз жаңағы приложениеден былай өткен кезде ешқандай жаңағы анимациялар болмайды. Мысалға, бұны қазір өшіріп тұрып көрсетейін. Мінекей байқасаңыз, анимация болды. Оны өшіріп тастаған дұрыс, ол да энергияны жаңағы қуатты құртады. Келесі жасайтын баптауымыз бұл геолокацияға байланысты. Оған кіру үшін конфиденциальность и безопасность дегенге кіреміз. Ең жоғарысында служба геолокация деп тұрады. Соған басамыз. Осыған басқаннан кейін сіз өзіңізге керекті приложениелерде ғана геолокацияны қосасыз, ал керек еместерінде жаңағы никогда дегенді басып қоясыз. Мысалға, тугис енді жаңағы карта болған соң бұл жақта геолокация керек болады. Календар мысалға, оған геолокация не үшін керек деп ойласаңыз, вообще керек емес оған. Сол үшін мына жақта никогда дегенді қоясыз. Әрқайсысын осылай өзіңіз қолмен өшіріп шықсаңыз болады. Мысалы, компасқа керек, одан кейін Яндекс.Гоға керек, және де тағы да мысалы OLX-қа негізі керек емес, ол жақта өзіңіз қаланы таңдай саласыз. Осылайша әрқайсысын, әр приложениені өзіңіз өшіріп шығасыз. Осы служба геолокация деген бөлімнен шықпай тұрып, ең астына барамыз. Мына жақта системные службы деп тұрады. Осыған кіреміз. Кірген соң мына жақта идентификация продавца Apple Pay деп тұр. Осыны өшірсеңіз болады. Одан кейін асты жағында мына жақта сізде үшеуі қосылып тұрған болуы мүмкін. Аналитика iPhone, маршрутизация, трафик дегендер. Осының барлығын үшеуінде өшіріп тастаймыз. Келесі жасайтын баптауымыз бұл обновление по. Оған кіру үшін основные дегенге кіреміз. Мына жақта обновление по деп жазылып тұрады. Автообновление. Яғни сіз интернет немесе Wi-Fi қосылып отырған болсаңыз, мына жақта автомат түрде жаңадан iOS шығатын болса, мына жақта жаздырыла беретін болады автомат түрде. Ол сізге мысалға менде қазір 23% қалып тұр. Егер де сізге 2-3% қалған кезде, сол кезде Wi-Fi қосып тұратын болса, автомат түрде мына жақтан телефонды қыздырып, жаңағы 1,5-2 гигабайттық осы iOS-тың обновлениесін жаздырып жатқан болуы мүмкін. Сол кезде сізге мүмкін керек болып қалады да, ол кезде заряд. Сондықтан да обновлениені мына жақтан өшіріп тастаған дұрыс. Тек обновление новыйдан шыққан кезде интернетке жария болады, сол кезде өзіңіз обновлениені жасап алсаңыз болады, загрузка жасап. Мына жақта шығады, обновление по жаңа обновление келіп тұр деп. Осылайша өзіңіз жаздырып алсаңыз болады. Келесі өшіріп тастайтын функция ол отслеживание деп аталады. Оған кіру үшін конфиденциальность и безопасность дегенге кіреміз. Мына жақта служба геолокация астына тұрады, мінекей отслеживание. Осыған барамыз да, жаңағы трекинг запрос приложение, осын барлығын өшіріп тастаймыз түгелдей. Әр приложение жаздырған кезде сізден сұрайды, отслеживание жасасын ба, жасамасын ба деген сияқты. Ол жақтан таңдасаңыз болады, мына жақта бірден барлығына өшіріп тастасаңыз болады, приложениенің барлығына бірдей әсер етеді. Және де iPhone-ның батареясын тез отыруға өте көп ықпал ететін ол экранное время деп тұрады. Менде қазір мына жақта обновление болғаннан кейін астында шығып тұрушы еді, выключить, включить деген сияқты. Қазіргі кезде шамалы өзгерген екен. Егер де сізде осындай активный болып тұратын болса, оны өшіріп тастағаныңыз дұрыс болады.
былай басып көреміз. Мына жақта включить учет активности деп тұр. Демек менде қазір өшіп тұр екен. Не сейчас деген таңдаймыз. Осыған басып көріңіз. Егер сізде iOS 17-ге дейін болатын болса, астында тұруы мүмкін жаңағы выключить экранное время деп ең астында. Соған түсіп қарасаңыз болады. Бұны өшіріп тастаған дұрыс. Бұл аналитика сізге керек емес. Ол жаңағы состояние аккумулятор деп кіретін болсаңыз, аккумулятор деген жерге ол жақта да тұрады. Кезекті өшіріп тастайтын баптауымыз бұл поднятие для активации деп аталады. Ол дегеніміз сіздің телефоныңыз блокировка кезінде тұрған кезде телефонды былай алып қаласыз ғой, қимылдаған кезде осылай қимылдаған кезде өзі жаңағы телефон экраны қосылады. Телефон сіздің қалтаңызда әрі-бері жүрген кезде жаңағы қимыл қозғалыс кезінде өзінен өзі осылай жанып өшіп жүруі мүмкін. Бұны өшіріп тастаған дұрыс. Бұл функцияда сіздің телефоныңыздың қуатын тезірек өлтіруге күшін салатын болады. Сондықтан осыны өшіріп тастаған дұрыс. Мінекей мысалға осылай тұрады, ештеңе басқан жоқпын. Былай көтеріп қалған кезде, сол кезде экраны автоматты түрде қосылады. Бұны негізі өшіріп тастаған дұрыс. Бұл функцияны өшіріп тастау үшін экран яркостиге кіреміз. Одан кейін астыға түскен кезде поднятие для активации деп осылай қосылып тұрады. Сіз оны аласта былай өшіріп тастайсыз. Сол кезде сізде функция өшетін болады. Және міндетті түрде қарастыратын екі функция бұл Wi-Fi және Bluetooth. Байқасаңыздар, мына жақта жоғары жақта пердені ашқан кезде бізде Wi-Fi және Bluetooth-дің белгісі ақ белгімен тұрады. Бұл бізде былай өшкенімен былай өшіреміз, бірақ бұл жақта настройкада әлі қосылып тұрған болады. Мінекей, байқасаңыздар, әлі Wi-Fi мына жақта ақ болып өшіп тұрса да, мына жақта сет іздей береді. Қандай Wi-Fi бар, соның барлығын іздей береді. Бұның барлығын өшіріп тастаған дұрыс. Мына жақтан Wi-Fi кіріп настройкаға және Bluetooth кіреміз, одан кейін былай өшіреміз. Сонда сізде пердені ашатын болсаңыз, мына жақта екеуі де сызықпен тұрады. Егер екеуін осылай өшіретін болсаңыз, жақын маңдағы Wi-Fi және Bluetooth-ды iPhone іздемейтін болады. Ақ болып тұрса да, жаңа байқадыңыздар, мына жақта қосылып тұрды. Сондықтан да осы екеуін өшіріп тастаған дұрыс. Және осы настройкада келесі өшіріп тастайтын функция бұл уведомление. Уведомление ішіне кіреміз. Сізге керекті приложениелерді ғана қалдырасыз, мына жақта сізге жаңағы хат келетіндей, ал керек еместерді өшіріп тастасаңыз болады. Мысалы, мына дом дегенді өшіріп тастасақ болады. Және осыған ұқсас, сізге керек емес, мысалы календарь өшіріп тастадым. Егер сіз жаңағы заметка қоятын болсаңыз, бұны қоссаңыз болады, сол кезде сізге уведомление келетін болады. Мысалға WhatsApp, Instagram, олардан енді сізге хат келеді ғой, тек соларды ғана қосып қоясыз. Мысалға жаңа почта деген сияқты. Қалғандардың барлығын өшіріп тастаған дұрыс болады. Келесі біздің қарастыратын екі баптау аккумулятор бөлімінде орналасқан. Аккумулятор бөліміне кіреміз. Одан кейін автояркость деп мына жақта шығып тұрады. Автояркость дегеніміз бұл, егер де сіз сыртқа шығатын болсаңыз, қатты жарық жерге шығатын болсаңыз, сіздің телефоныңыздың экраны қатты былай жарық қылып жібереді. Ал қараңғы бөлмеге кіретін болсаңыз, сәйкесінше сіздің экраныңызды осылай қараңғылатып жібереді. Бұның барлығы автомат түрде орын алып отырады. Бұл дегеніміз сіздің жаңағы аккумуляторыңызға бұл тоже кедергісін келтіреді. Өйткені осындай жаңағы автомат түрде осылай жасалып жүреді. Жаңағы сіздің қай жерге жаңағы орналасқан ортаңызға байланысты осылай өзгеріп отырады. Бұны өшіріп тастаған дұрыс, қуатты артық қуатты жеп отырады. Ең астына төменге түсесіз, автояркость деп мына жақта тұрады. Бұны өшіріп тастаған дұрыс болады. Және де астында состояние аккумулятора деп жазылып тұрады. Осыған кіреміз. Астында оптимизированная зарядка деген тұрады. Осы жақта галочка тұру керек. Астында жазылып тұр: iPhone заряжается свыше 80% только перед тем, как понадобится. Яғни iPhone'ыңыз 80%-дан жоғары пайызға тек керек кезде ғана заряд алады деп. Мен көп байқайтын, зарядка қойған кезде осылай 80%-ға дейін заряд алады, одан кейін арғай заряд алмай қалады. Тек көп тұратын болса ғана арғай уже 82-83 деп 100-ге дейін кете береді. Демек, жаңағы 80% толған кезде сіздің жаңағы қуат көзінен суырып тастағаныңызды күтетін сияқты. Бұл дегеніміз жақсы, өйткені iPhone-ды 20% бен және 80%-ның ортасында алып жүрген дұрыс. Осы максимальный емкость дегенде 100%-ды сақтау үшін. Мысалға сіз жаңағы 20%-ға, қазір мен өлейін деп жатыр, 20%-ға келген кезде зарядка қойып 80-ге дейін апарып, одан кейін солай жүрген дұрыс. 20 мен 80-ның ортасында.
100-ге дейін толтыра бермеген дұрыс. Ол ақпараттардың барлығы Google-ға теретін болсаңыз, ол жақта да шығады қанша пайызға дейін iPhone-ды зарядтаған дұрыс деп. Бір жерге кететін болсаңыз, сіздің телефоныңыз 30-40% болатын болса, ол кезде зарядқа қойсаңыз болады. Жаңағы 80-ге толтырып алам дегенше. 80-ге толтырмай алмаған да дұрыс. 75-70% болып қалатын кезде. Барынша осының барлығын сақтап жүретін болсаңыз, 100% біраз сақталып тұратын болады, жаңағы емкость. Және де телефон зарядқа тұрған кезде көп шұқыламаған дұрыс. Көп шұқылайтын болсаңыз, iPhone қызып кетеді, одан кейін зарядтаған кезде батареясына қатты зақым келеді. Сондықтан да сіздің жаңағы 100%-дан дереу жаңағы 96-97%-ға дереу түсіп кетуі мүмкін. 98%-ға сразу 2-3%-дан төмен лақтырып жіберіп. Осы ережелерді ұстанып жүрген дұрыс. Және видеоның соңында ең маңызды нәрсе айта кетейін, iPhone-ды оригиналды зарядкамен зарядтаған дұрыс. Қазіргі кезде iPhone сатып алған кезде коробканың ішінде тек қана телефон және осындай шнур ғана келеді. Мынандай головкасын магазиндерде сатып алуға тура келеді. Жаңа Мечта, Технодом немесе кез келген жаңа аксессуар сататын дүкендерде сатып алсаңыз болады. Жаңа iPhone-ның оригинал зарядкасы, головкасы 10-15 мың теңге жобасына тұрады. Технодомда 15 мың теңге сияқты еді. Ол бірақ 20 ваттық болғаннан кейін мен 30 ваттық түрін алдым. Бұл iPhone-дікі емес, бұл жаңа Қытайдікі 6,5 теңге тұрады екен. Бұл фирманың аты Ugreen деп аталады екен. Жаңағы отзывтардың барлығын зерттеп, жаңа YouTube-тан да қарап зерттеп алған осы еді. Өздеріңіз білесіздер, қайсысын алсаңыз да, жаңа iPhone-ның оригиналын алсаңыз да болады. Менде просто Pro Max болғаннан кейін жаңағы оригинал зарядкамен 20 ваттық зарядкамен 2,5 сағат зарядтайды екен да толық. Ал мынау одан тезірек 1 сағаттың жобасына ма зарядтайды, осы 30 ватт болғаннан кейін тезірек күшін береді. Және бұл зиян емес пе екен, барлығын зерттеп шықтым. Каспиде отзывтарында да оқып едім. Осы Каспиден алдым. Бағасы 6,5 мың теңге тұрды. Және екінші магазинде сразу 14 мың теңге деп тұр екен. Екі магазин ғана сатады екен. Біреуі 6,5 және біреу 14 мың. Және екінші зарядканың головкасы, бұл Xiaomi түрін сатып алайын деп отыр едім. Ол 5 мың теңге тұрады екен. Одан да жаңағы отзывтары мықты болды. Өздеріңіз сол Каспидегі немесе дүкен сайттарының отзывтарын оқып қарасаңыз болады. Саралап дегендей. Өзімнің таңдауым осы да болды. 30 ватт болғаннан кейін iPhone оригиналы ұзақ зарядтайды және бағасы қымбат деп жазған болатын отзывтарда. Және мынау арзан болса да жақсы зарядтайды. Және осы зарядканың отзывында былай жазылып тұрған болатын. Бір адам жазған екен, iPhone 13 Pro Max болды, 1 жылдай ұстадым. Және осындай зарядканы 1 жылдай қолдандым. 1 жылдың ішінде тек қана 97%-ға ғана түсті деп тұр. Демек ол осы зарядкамен жақсы дұрыс зарядтап жүрген және оның қатты әсері жоқ, жаңа 30 ватт болғаннан кейін. Xiaomi түрін алғым келді деп айтқан болатын, ол по-моему 25 ватт па сондай, 20 немесе 25 ватт еді. Жаңағы iPhone-ның өзінің оригиналынан қалыспайды деп жазған болатын, сол бағасы арзан болғаннан кейін соған қызыққан едім. Ол кезде iPhone-ның оригинал зарядкасын 12 мың теңге жобасына ма немесе 11 мыңға көрген сияқты едім. Сол кезде 5 мың деп Xiaomi-дікін алайын деген болатынмын. Таңда өздеріңізде мына Ugreen деп қарап көрсеңіздер болады. Бұл Қытайдың продукциясы болып келеді. Енді барлығы енді Қытайда шығады ғой, бірақ Қытайдың жаңағы жақсы сапалы түрі десек те болады. Бұл бірақ кішкене шамалы телефонды қыздырады, қатты емес, кішкене жылытады. Басқа зарядкада тоже отзывтарын қарасам жылытады деп тұр, қыздырады деп тұр. Әркімнің таңдауы өзінде. Бұндай зарядка менде үйде екеу, үйде тағы iPhone 14 Pro бар еді. Онымен осы 4 айдай қолданып көрдік. Ол жақта 4 айдың ішінде износ жаңағы 98%-ға түсті. Ол телефон енді монтажға жаңағы күні бойы почти қолданатын телефон еді, сондықтан да тез отырған еді. Арасында жаңағы телефонға зарядтап шұқылаған кездерде болған еді. Сондықтан да осының барлығын оригиналды зарядканы қолданғаныңыз дұрыс болады. Кейбір адамдар бар, жаңағы ватт деген сияқты көрсеткішіне ешқандай қарамайды, дүкеннен барады да ең арзан осындай головканы сатып алады, одан кейін қымбат алған iPhone-ны немқұрайлы қарап, қалай болса солай зарядтап жүре береді. Одан кейін сәйкесінше состояние аккумуляторы тез отырады, одан кейін жаңағы ісінуде қаупі болады. Ісіндіруге болмайды, аккумуляторды барынша осындай головканы қымбатын сатып алған дұрыс. Және менің досымның басынан өткен қателікті айтып жіберейін. Ода MacBook болды. MacBookте 65 ваттық зарядка болады осындай. Және бас жағы осындай сияқты жаңағы Type-C дейді ғой. Мынандай осы жағын алған, шнурын алған iPhone зарядтың. Сосын жаңағы
65 ваттық MacBook зарядтайтын головкаға осылай салады. Сосын солай зарядтап жүрген. Өзінің несін сындырып алған ғой, мына жақта бас жағын. Солайынша өзінің телефонын кәдімгідей аккумуляторын құртып алды. Кей кезде жаңағы беті жарық болып өшіп, өзінен өзі өшіп қалып деген сияқты сондай қылықтарын шығарған болатын телефон. iPhone 14 Pro еді, новыйдан жаңа Каспийден алған еді. Сондай қателіктерді жасап жүрмеңіздер. Ваттына міндетті түрде қарау керек. 20 ватт ең стабильный ғой, былайша айтқан кезде. Егер де сізде Pro Max түрі болатын болса, қайсысы болса да 12, 13, 14, 15 деген сияқты соларға жоғары ватты таңдасаңыз болады. Егер де сізде жай 11 немесе 11, 12, 13, 14 болатын болса, кәдімгі 20 ваттық алсаңыз солдай жеткілікті. 1,5 сағаттың көлемінде немесе 1 сағаттың көлемінде 80%-ға дейін толтырып береді. Өзімде ұстағам, 11 Pro-ны ұстадым. Осындай қарапайым ережелерді ескеріп жүрген дұрыс. Ол бір жағынан сақтық шарасы да болып саналады. Телефоныңыздың қызып кетпеуіне, жаңағы бұзылып қалмауына, ұзақ мерзімді сіздің жаңағы қолданысыңызда болуы үшін. Осы айтылған ережелердің барлығын қолданыңыздар. Сақтық шараларды деп айтсақ та болады. Осы видео ұнаса лайк басуды және арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше сау болыңыздар.